Сәлем достар, Мис Ахниеттің каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Мис Ахниеттің анасы. Достар, бүгін бізде менің таңым деген видео. Менің видеома қош келдіңіздер. Менің таңым дегенде біздің таңым деп айтайын. Біздің үйде Ая Степ, ютуберлерден Мис Ахниет бар, Инакизит бар. Бүгін бізде ютуберлер таңы деп айтсам болады. Ая Степ арнасы бізден бір жыл бұрын кездескенбіз бірінші рет. Одан кейін екінші рет біздің үйде кездесіп отырмыз. Кеше кешкісін келді біздің үйге, қонды. Біз видео түсіріп үлгермедік. Шай ішіп әңгімелесіп отырған кезде сағат 12 болып қалды. Біз ночевка деген, бір бөлмеде деген челлендж түсіреміз деп ойлағанбыз, бірақ оны түсіре алмадық. Бүгін енді бір-екі челлендж түсіріп алатын шығармыз. Олар ертең кетеді Астанаға. Жалпы Ая Степ каналы арнасы, олар Астанада тұрады. Екі қыз, Аяру, содан кейін Айша. Мамасы жүргізеді каналды. Көбіне мамасы жүргізеді. Екі қыз өте талантты қыз, биші қыздар. Мамасы спортсменка болған. Қазір енді спортпен айналыса ма білмеймін, оны сұрап көреміз қазір видео барысында. Мен өте қуаныштымын, бізді іздеп келіп, Ахниеттің жағдайын сұрап, бізбен видео түсірейік деп келіп жатқанына мен қуаныштымын. Егер де ютуберлер көріп отырсаңыздар, біз неге келем десеңіздер, есігіміз ашық, келіңіздер, видео түсіріңіздер, подписчиктер келем десеңіздер, сіздерге де ашық. Ал достар, енді мен таңымды бастайын. Мен қазір шай қойып кеттім. Барлық қазір ұйықтап жатыр, әлі тұрған жоқ ешкім. Инабаттың қасында Аяру жатыр. Инабаттың бөлмесінде Ахниеттің қасында Айша, мамасы, Насихат, Ахниет төртеуі жатыр. Қазір мен шайды қойып қойдым. Оларды оятып, енді шайларын берейін. Ең алғаш мен кірімді жайып алайын. Себебі кеше абыр-сабыр болып жүрген кезде кір жайып үлгермедім. Сол кірімді жайып қояйын. Мен енді кеше ештеңе пісіріп үлгерген жоқпын. Өйткені олар аяқ асты келді. Барамыз деп бір күн бұрын ештеңе айтқан жоқ. Әйтпесе мен көп нәрселер пісіріп қояр едім. Пісіріп үлгермедім. Оның үстінен менің духовка дейміз ғой, сол күйіп кетті. Түнде кешкісін Инабат пирог пісіріп дайындаған, бірақ соны салған кезде күйіп кетті де, сонымен тұрды. Таңертең мен оны 5-те мен айтпақшы достар, 4:30-да тұрып алдым. 12-де ұйықтап, 12-де мен 1-де ұйықтадым, 4:30-да тұрып алдым. Ал достар, бастаймыз видеомызды. Достар, мен бірдеңе айтайын деп жатқанмын, бірақтан мына жерден жұмысшылар, Өзбекстан азаматтары дейін, сол кісілер енді мына жерде үй салып жатыр ғой. Күнде мен жаңағы влог түсіріп, видео түсіріп жүремін, олар маған қарап қояды да, мені ойламайды ғой, блогер екенімді қайдан білсін олар. Ұялып қалдым, ана кісілерді көргеннен кейін өшіре салдым ғой. Қазір мен не айтайын деп жатқанымды да ұмытып қалдым ғой. Кір жайып келейін, кірімді жайып, содан кейін барып оятамын. Достар, мен сіздерге көрсетіп кетейін. Сіздер айтасыздар, видео қалай түсіру керек, блогер қалай болу керек деп. Блогер болу үшін арнайы бір аппараттың қажеті жоқ. Блогер болам деген адамға тек телефон болса болды. Міне мен мысалға штативті де жоғарыдан алуға ерініп, осылай штативтің орнына осыны қоя салдым. Сіздер де мен сияқты осылай блогер болсаңыздар болады. Блогер болып ақша тауып, өз армандарыңызды орындасаңыздар болады. Ақша табыңыздар, өздеріңізге жұмсаңыздар, мамаларыңызға көмектесіңіздер. Болмаса, ақшамыз көп, асып тасып жатыр десеңіздер, онда мұқтаж жандарға көмектесіңіздер. Біз өзіміздің немізден айыра алмай жатқанда, мусорымыздан әркім келіп, навестерің бар ғой деп қойып кетеді. Мынау да тоже біздің заттар емес, мынаны тоже бір папамыздың достары қойып кеткен квартираға шығамыз деп. Біздің үйде сондай заттар көп та. Тұра тұрсыншы, алып кетем, сосын навестерің бар ғой деп қойып кететін. Мынаның ішіне төге тұрайын, анаяқтан кір алып келейін. Менің таңым осылай атады достар.
барлық аналардың таңдары осылай ятатын шығар деп ойлаймын. Себебі ешкім төсегінде жатып шай ішіп жатпайтын шығар. Тұра сала жұмысқа кірісіп кетеміз. Мына жерде қазір балалар келіп ойнайды, өзгешенің балалар. Ал достар, ана жақта кір деген үйіліп жатыр. Мына одеялдарды жаздың күні күн жылыда жуып алайын деп шығарып тастаған. Кірімді жайып алайын достар. Содан кейін ая стептің инабаттарын қалай ұйықтап жатқанын көрсетемін. Достар, мен далада жүрсем осы бар ғой, как будто бір строительдер сияқты болып кетемін ше. Таш тұрш. Жаз басталса осындай стройка. Есікті ашып қоя қалды мен. Дәулет тұрып алған үйде. Терезелерді ашайық. Светті жақпай ашайық терезені. Бізде Дәулетпен Рахман тұрып алды. Қазір мен ең бірінші насихатты оятып, Рахман екеуін шыңға өрлеуге апарып тастауым керек. Шыңға өрлеу деген ол сондай орталық, алдында айтып кеткендей үйірме сабақтары болатын. Шай қайнады, жуып жүріп тастадым. Мына жақта көрейін тұрдым екен. Талып ұйықтап жатыр, шаршап. Мына жақта Аяру мен Инабат ұйықтап жатыр. Мына жақта Асылхан тұрып жатқан. Бізде балалар жерге жатады. Рахман бағана тұрып алған. Не ойнап жатсың, Рахман? Çay ішеміз ба? Çay ішіп шыңға өрлеуге кетейік. Кеттік. Насихатты оятайын. Bitti oğlum, çuval düşük ettim. Ұйқысына шақпай тұрасың. Қазір Рахманды ала кетесің ғой, ә? Рахманды алып кетеміз. Шыңға өрлеуге. Жуалы? Не керек? Бар ғой үйде бәрі. Жуынып, кашаны жеп тамағын бер. Сосын алып жиналып апарып тастайын. Кеше осыны пісіріп жатқан ғой қонақтарға. Инабат пісіріп жатқан ғой пирог. Сонымен ол не істемей қалып, таңертең 4-5-те тұрып пісірдім ғой. Мынаны осындай болып тұрып қалған екен ба, көтерілмей қалған ба, сондай болып қалды ғой. Мына газдың несін жуып кетіре алмай отырмын. Бір не бар еді, азалит деген ба, сонымен жуып едім, солым бітіп қалды. Мына бауырсақ пісіріп, май шашырап, май қатып қалған. Осыны бір немен жуып кетірсе болады, еріп түсіп қалатын. Сондай бірдеңе айтсаңыздар. Каша қойып қойдым. Таңғы шайымызды ішіп алдық. Қыздардың жартысы енді тұрып жатыр. Ахмет, Аяру, Айша, Инабат тұрды. Қазір Асылханға шай қойып беріп кетейін. Насихатпен Рахманды шыңға өрлеуге апарып тастаймын. Ал ендеше кеттік шыңға өрлеуге. Ал біз шықтық. Өрлерге біздің думанды көрсетейін деп алып шықтым. Артында Инабат бар. Олар қазір Алекада жүре тұрады. Біз мөлдір екеміз. Насихатпен Рахманды апарып тастаймыз. Біздің таңымыз осылай атып жатыр, достар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Шайымызды ішіп алдық та шықтық енді думанды аралауға. Мектепке дейін барамыз, мектебімізді көрсетеміз.
Сол достар, қыздар енді кіріп жатыр, қалғандары үшеуі қалды үйде. Ахмет, Аяру, Айша үшеуі қалды. Асылхан бар. Келгеннен кейін челлендж түсіреміз, Құдай қаласа. Негізі инабат мына жерде ойнатып қалам деген ғой. Мынау ғой. Мен сол жерде ойнайым деген. Енді баратын болып қалды. Жүр кеттік. Инабатын шайын ішкізбей алып алып. Біздің мектеп жолымыз осы. Мына мен барамыз, ана 3 көше бар. Işte осы. Жаяу барамыз. Көбінде қыста папасы машинамен тасып. Қыста суық қой. Киімдермен ауыр сумкалар. Біз мектеп таныстырып жүрміз. Мына біздің үлкен мектебіміз деп. Жүріңдер былай қарай ғой. Нашымен бара алмаймыз ғой. Ашықпайлы. Былай қарай бара берікші. Мына бізде шыңға өрле орталығы. Бізде балалар әлі көп, мына жерде демалып жатқан бала жоқ. Мені дұрыс қой. Үйде құры жатқанша қосымшаға келгендері дұрыс. Біз енді үшеуміз қайттан қайтып баратырмыз. Осы Дәулетке тәтесі мороженое алып берді. Жаңа магазинде түсіріп тұрған негізі, бірақтан музыка қосып тұр екен магазинде. Содан кейін өшіп тастадым. Рахмет дедім мен тәтеңе. Рахмет. Ас болсын. Жүр. Біз келдік үйге, апарып тастап. Мөлдір видеосын монтаждап бола алмай жатыр, көйіп кеткен видеосы. Соларды монтаждап салып жатыр. Тұрдыңдар ма? Қыз тұрмады ма не әлі? Тұрды. Шай ішті ма? Қазір қайттан шай қойын, Ахмет тұрыпты. Дұрыстап шай ішейік, дұрыстап шай іше алмадық қой, асығып. Байқап жүрдіңдер көшеде, алақ-жұлақ жүрмей. Қазір енді біздің таңымызды атып, обед болайын деп жатыр. Қыздар енді неге кетіп баратыр? Шыңға өрлеуге, Рахманмен насихатты алып келуге кетіп баратыр. Бағана біз апарып тастағанбыз таңертең. Енді обедте төртеу барып алып келейін деп жатыр. Ал достар, біздің демалыстағы таңымыз осылай атып жатыр. Сіздердің таңдарыңыз қалай атып жатыр? Комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.